Барша қазақстандықтар көріңіздер, сақ болыңыздар. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы күндері Қазақстанның кей өңірлерінде қар аралас жаңбыр, бұршақ күтіледі. Жаңбырлы күн. Синоптиктер 25-27 тамызда ел аумағында ауа райы қандай болатынын хабарлады. Метеорологтардың мәліметінше, алдағы күндері Қазақстанның солтүстік және шығыс өңірлеріне циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттардың әсер етуіне байланысты күн құбылмалы болады, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, дауыл тұруы мүмкін. Елдің шығыс және оңтүстік-шығысындағы таулы аудандарында 26-27 тамызда түнгі уақытта жаңбырдың артық қар аралас жаңбырға ұласуы ықтимал. Атмосфералық қысымы жоғары өрістің ықпалында болатын Қазақстанның батысы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз, негізінен құрғақ ауа райы күтілуде. Жауын-шашынға қарамастан еліміздің басым бөлігінде ауа температурасының жоғарылауы сақталады. Жаздың соңғы күндері негізінен жылы болады. Солтүстікте күндіз ауа температурасы +25-32 градус, орталық және оңтүстік өңірлерде +25-35, шығыста +16-24 және де оңтүстікте +21-31 градусқа дейін жоғарылайды дейді синоптиктер. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.